Alhamdulillah ва салату вассаламу аля расулилlah. Ассаламу алейкум, құрметті жамағат. Бүгінгі енді тақырыбымызда жаңа алдың Қажы би мешітінде уағыз айта кеттік. Біраз кісілер қатысты, мен көріп отырмын. Енді бүгін осы мешітімізде бір пайғамбарымыз бен сахабилер жайында бір-екі ауыз айта кеткім келіп отыр. Ерекшеліктері туралы оның. Жалпы білесіздер, пайғамбар келген уақытта адамдар деген бір төңкерілістің болып жатқан уақыт еді. Соны дұрыс түсіну керек адам бірінші білу керек нәрсе. Яғни пайғамбар келді, тек қана дін үйретіп жатыр болды емес. Адамдарда кәдімгі төңкеріліс болып жатты. Ол рухани төңкерілістің болған еді. Мысалға дейік, сол уақытта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам анау болып тұрған жүйедегі сол кезде, ол кезде басшылар кімдер еді? Әр рудың басшылары, көсемдері басқарып отырған еді Меккені. Соны сол ортада пайғамбарлықпен келгеннен кейін адамдар өздерінің нәпсісінің қалаған нәрсесінің бәрін заң қылып қойып алып отырған еді. Дұрыс деген нәрселерін жасайды, қате деген жаңағы солардың ақ деген алғыс, қара деген қарғыс қой. Оған қарсы шыққандардың барлығын басы кететін еді, ешкім қарсы тұра алмайтын еді. Сол уақытта пайғамбарымыз келіп дінді үйретті. Ең бірінші мәселе олардың табынып жатқан құдайларын дұрыс емес, Раббыларын бірақ құдай деді. Айтпесе олар 360 құдайға табынып жүрген адамдар еді. Сонда олар таң қалды. Ажалил алихата илахан вахида. Сонда құдайлардың барлығын бірақ құдай қылайын деп тұр ма мынау? Бұл не айтып тұр мынау деп соған қарсы болды. Тура сол секілді еркектің ақысы болғандай, әйелдің де ақысы бар екендігін үйретеді. Тіпті малдың, хайуандардың да өздерінің ақысы бар екендігін пайғамбарымыз қоя бастаған кезде бұл нәрсеге олар көтере алмады. Ал енді сол кездегі адам баласының барлығының құқығы бар екенін үйретті. Бұны үйреткен кезде ойлаңыз, анау құлдар деген нәрсені азат ету мақсатында құрылған ғой бұл ислам діні. Кез келген мәселеде бір үкімді бүлдірсеңіз, құл азат ету керек деген нәрсені алып келіп қойып отырды. Солардың арасында мысалы Биләлді айтайық. Биләлді баршамыз білеміз, ең бірінші азаншы. Бұл Биләл иман келтіргеннен кейін соншалықты азапталды. Азапталған уақытында бұны адамдар Меккенің күні 50-55 градусқа дейін ысып кеткен кезде соны жатқызып қойып, азаптап, таяқтап отырған, ал енді өзі шаршаса үстіне тас бастырып қояды да, көлеңкелеп демалып отыратын болған. Сонда азап көрсеткен. Сол Биләл туа біткен құл болған. Өзі қара күңнен туылған, Ибн Сауда деп атаған бұны. Қара қатынның баласы деген сөз. Хурабул Асуат деген, қара қарға деген мағынада. Немесе абд деген, құл деген сөзді айтқан оған. Оны біреу шақырса, Биләл деп шақырмайды, құл бергел дейді. Қандай ауыр былай қарасаңыз. Туа біткенде сонда есім білгеннен бастап елдер оны тепкілеп, ұрып соғып, жұмсап өсірген, сол жасқа дейін келген сонда. Ислам келгеннен кейін барып бұл мұсылманшылық қабылдайды. Сөйтіп, мұсылманшылық қабылдаған үшін егесі әбден жазалаған уақытта енді өлуге шақ қалады. Әні өледі, міне өледі деп күтіп тұрған кездерінде Абу Бакр келіп сатып алған. Абу Бакрдың сатып алған таңғаласыз, жаңа егесін айтады. Қанша болса да бағасын айт, мен сатып алайын. Сен де демаласың, ол да демалады дейді ғой. Сол кезде арбаина уқиятан захаба деп айтты дейді. 40 алтын уқия бересің деп. Алтын уқия сонда 40 алтын уқиясын есептегенде қазіргі ақшамен шақса бір 12 миллионның шамасына келеді екен. Сондай ақшаны сұраған адам. Абу Бакр жақсы. Кешке қарай үйіңе апарып тастайды сені деп айтқан. Сөйткенде азатты етіп алған. Соны алған кезінде елге жаңағы елдің сол жерде тарап бара жатқан халықтың көзінше айтқан, халайық көріңдер, мен Биләлді азат еттім, бұл енді өлім келгенге дейін менің бауырым болып есептеледі деп айтқан. Бұны азат еттім, менің құлым емес бұл деп. Соны естіген кезде, ол кезде әлі Омар әлі мұсылман болмаған уақыт еді. Омардың өзі риза болған ғой көрген кезде. Бәрекелді Абу Бакр, жарайсың деп. Іштенше жау еткені, анандай нәрсе жақсылықты ешкім жасай алмағанда. Сонда көреміз, мұсылмандардың, сахабилердің түсінігі деген ерекше еді біздікінен гөрі. Біз қазір түсінігіміз мүлдем басқа, дін деген кезде де біздің түсінігіміз негіз басқаша. Олардың түсінігі мүлдем басқа болды. Мысалға дейік, бізде Құран деген кезде не білеміз біз? Құран деген не ол? Не елестейді көзіңізге? Көз алдыңызға? Құран деген бір кітап елестейді. Ішінде арабша жазуы бар Құран кітап.
Ал пайғамбар заманында Құран деген болды ма кітап? Кітап жоқ қой олардың уақытысында. Сахабадан барып Құран деген не деп сұраса, ол неге айтқан? Құран оқып тұрған пайғамбарды айтатын болған. Болды. Құран үйретіп жатқан. Құран пайғамбардың аузынан шығып жатыр. Олардың түсінігінде Құран деген кезде ауызба ауыз оқылып жатқан нәрсені айтады. Аны жазылып тұрған Құран емес. Жазылған Құран кейін басылған ол. Абу Бакырдың уақытысында, пайғамбар дүниеден өтіп кеткеннен кейін. Одан Османның заманында 3-ақ кітап болды. 3-ке көбейтілді сол. Одан кейінгі замандарда бар ол басылды. Айтпесе кітап деген түсінік кейін пайда болды. Айтпесе кітап жоқ еді. Сонда қараңыз, сахабилердің түсінігі барыдан нәрде барлығы пайғамбар еді. Пайғамбарды көргендіктен олар Құран үйренсе де, пайғамбар дін десе, пайғамбар ақырет десе, пайғамбар еске түседі, барлығында пайғамбар. Олар басқа нәрсені елестете алмайды. Мысалға, пайғамбарымыздың көзін көрген Анас ибн Малик деген атақты сахаби бар. Бұл сахабаға басқа кісілер келген кезде айтқан: бізге жәннат туралы сипаттап беріңізші, жәннатта не бар өзі деп сұрайды. Сонда фиха расулулла деген, жәннатта пайғамбар бар деген. Вот сол үшін барғым келеді деген, да? Бізде ондай түсінік жоқ қой, жәннатта пайғамбар бар деген. Жәннат деген не десе, оны жаңағы нығметтері туралы сұрау мүмкін, анаусы бар, мынаусы бар деп, бірақ ол пайғамбар бар болғандығы үшін барайын деп тұр да. Негізгі барғысы келген себебі не? Өйткені 23 жыл олар пайғамбармен бірге жүрді. Нөлден бастап бәрін үйретті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қайтыс болған кезде Мадинаны қара түнек басты деген әдейі. Бүкіл үй жылап жатыр. Ешкім не істерін білмейді, барлығы. Сонда көреміз, Омар келіп айтқан: кімде-кім пайғамбар өлді дейтін болса басын алам деп ашуланған. Бұны ашулануының себебі неде? Халықты басып ұстай алмай жатыр ғой. Халық өзінен кетіп қалып жатыр. Сонда кәдімгі күшпен тоқтату болған ол негізі. Тарихшылардың кейбірлері бұны саяси жасады бұны дейді. Ол бір Омарға есінен кетіп қалып бір айтып жатқан әңгімесі емес дейді. Кім пайғамбар өлді десе басын алам деген. Аузын жапсын, сөйлемесін бұл туралы деп. Содан кейін Абу Бакр кіреді да пайғамбарымыздың денесі жатқан бөлмеге кіріп, шекесінен сүйіп, жаңағы өмірің қандай көркем болса, өлімің де көркем екен. Алланың саған жазған өлім дәмін таттың, енді саған өлім жоқ деп, сол кезде бетін жауып сол жерден шығады. Шығып келіп, Аллаға мақтау айтқан, пайғамбарға салауат айтқан, одан кейін барып, жаңағы былай деп айтқандығы бар: кімде-кім Мұхаммедке табынып жүрген болса, көрсін Мұхаммед өлді дейді. Ал енді кімде-кім Аллаға құлшылық жасап жүрген болса, Алла ешқашан өлмейді, мәңгілік тірі деген әдейі. Некен сөйтіп Құранның аятын оқиды: «Уама Мұхаммадун илля расул». Мұхаммед те бір елші. «Қад халат мин қаблихи русул». Одан да бұрын елшілер өткен. «Афа иммата ау қутилан қалабтум аля ақабикум». Егер Мұхаммед өлсе немесе өлтірілсе, алған беттерінен қайтасыңдар ма? «Уаман янқалиб аля ақибайхи фала ядурраллаха шей'a». Ал кімде-кім алған бетінен қайтатын болса, Аллаға ешқандай зиян тигізе алмайды. «Уасаяджзиллаху шакирин». Алла шүкір еткендердің сауабын береді деп аятты оқыған. Сонда көреміз, сахабилердің баршасы мына аятты бірінші рет оқығандай болдық деп айтқан. Өйткені күніге оқып жүргенде мән бермеген аят қой бұл. Күні оқып жүрген мән бермейді. Бірақ пайғамбар қайтыс болған уақытта оқыған кезде кәдімгі жаңадан түскендей болғанда бұл. Мысалға, Құранның аятында неге байланысты аят келеді? Өсімге байланысты. Сендер жаңағы лиярбу фи амуалин наси деп аятта келетіні, адамдарға ақша беріп жатсыңдар, ақшалар өссін деп дейді. Фәлә ярбу индалла деген. Алланың алдында өсіре алмайсың оны деген. Сен қазір өсірем дейсің, бірақ Алланың алдында оны өсіре алмайсың дейді. Ал зекет берсең, ол зекет ол фаулайка хумул мулайфун деген, олар еселеп алушылар, солар болады деп. Соны өткенде мен айтып жатқан кезде, неге рибаға өсімге байланысты айттым, фәлә ярбу индалла. Алланың алдында өсіре алмайсың оны. Өзіңді қанша ақтасаң да Құдайдың алдында ақтай алмайсың бұл нәрселермен. Аят қойып қойсаң, мен мынау аят бұндай мағынаға келетінін білмеппін деп жаңа адам мән бермейді негізінде ше. Бірақ бір аят айтылған кезде, орында айтылған кезде шынымен сол кезде көз жетеді. Сонда сахабилердің де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям туралы айтылған аятты оқыған кезде жаңадан естіп тұрғандай болдық деген есебі сол. Және сахабилердің бір ерекшеліктері өлімге де өмірге де риза болатын адамдар еді ғой.
мысалға пайғамбарымыздың қызы Фатима пайғамбарымыздың қатты қиналғанын көреді. Пайғамбарымыз өзі білесіздер 17 намазға шыға алмай қалған ең соңғы уақытында. Сонда 17 намаздың ең бір құптан намаздан басталды дейді. Шам намазға барып келген, шамнан кейін құптанға бара алмай қалады. Талып қалады кәдімгі, орнынан тұрғызған кезде естен танып құлайды. Өйткені қызу қатты көтерілді дейді. Соншалықты ана басын су шүбірекпен байлап қойған ғой енді, сулап температура түссін деп. Соны анан сыртынан ұстаған кезде ұрып тұратын еді дейді қатты. Сонда бір сахаби келіп сұраған: "Я Расулалла, сіз қатты ауырып тұрсыз ғой" деген кезде, екі адамның ауруындай ауырып отырмын деп айтқандығы бар. Демек екен, ана температура қатты ұрған соншалықты екі адам екі жағынан ұстап мешітке апарамыз деп көтеріп еді дейді, талып қалды дейді, кәдімгі қайтадан жатқызған. Біраз уақыттан кейін есін жинап, жамағат намазын оқыды ма деп соны сұраған. "Я, оқып алды, бәрі кетті" дейді. Сонда құптан намазға шыға алмайды, бірінші құптан кетеді. Одан кейін екінші күні 5 уақыт намаз кетеді. Үшінші күні тағы 5 уақыт кетеді. Төртінші күні 5 уақыт кетеді. Бесінші күні таң намазына барады, қатысады. Бесінші таң намазына қатысады, сол таң намаздан кейін өзі де қайтып келеді. Күн шыққаннан кейін уақытта. Сонда бір намаз кетеді, екінші күннің намазы қанша болады? 5 уақыт бар. Үшеуінде 5-5-тен 15 қой. Мен 16, мына таң намазы 17-ші намаз дейді. 17-ші намазға шыққан, бірақ жаңа үйіп оқимын деп жаңағы Абу Бакр бір артқа кетуімен өзі намазын бітірткен. Ал бірақ мәселе не болып тұр? 17-ші намаздан кейін енді сахабилерді пайғамбар жақсы болды ғой, болды деп Абу Бакр қаладан шығып кеткен еді. Сол уақытта қаладан шыққаннан кейін пайғамбарымыз қайтыс болды деген хабар жеткен. Сонда көреміз 17 намазда жаңа жамағатқа шыға алмай қалды деп айтылады. Пайғамбарымыз қайтыс болған кезде Мадинаны қара түнек басып кәдімгі елдің барлығы жылап отыр. Бүкіл үйде. Енді ондай бір нені түсіне алмаған бұлар. Пайғамбарсыз өмір деген нәрсе мүмкін емес секілді болып қалған. Ал енді соны үшін Хазірет Омардың уақытысы келген кезде Омар Біләлді шақыртып алған. Сөйтіп Біләлге айтады: "Ей Біләл, бір азан айтсайшы бізге" дейді. Сонда ол айтады: "Мен пайғамбардан кейін ешқашан азан айтпаған білесің" дейді. Оны сол пайғамбар заманын бір еске алайық. Азанды айт дейді. Елдің бәрі Біләлдің азанын таниды ғой қандай екендігін. Соң Біләл Мадина қаласына шығады да Аллаху акбар айқайлаңыз. Кімнің? Біләлдің дауысы деген сұмдық ерекше болған өзі. Азан, Аллаху акбар такбирін айтқан уақытта елдің барлығы Біләл келді, Біләл азан айтып жатыр деген да. Өйткені Біләл пайғамбардан басқаға азан айтпайды ол адам. Естігіңіз Біләл азан айтты деп жүгірген бір пайғамбар да келіп қалды ма қайтадан деп ше. Сахабалар мешітке қарай жүгірді дейді барлығы. Біләл Аллаху акбар дейді. Тағы да 2 рет Аллаху, 4 Аллаху акбарын айтады. Ашхаду ан ла илаха иллаллахны 2 рет айтады. Ашхаду анна Мухаммадар Расулулла деген жерін. Мен куәлік берем, Мұхаммед Алланың елшісі деген сөзді оқыған кезде біріншісін сөзді жеткізе алмай қойды дейді. Біраз ол тұрып қалады да екінші рет қайтадан жетпейді дауыс. Жылап жібереді. Елдің барлығы жиналған жылайды жаңағы. Сол ашхаду анна Мухаммадар Расулулла деген айта алмайды, соны өте алмай қойды ары қарай. Қайталайды. Елдің барлығы жиналған жылап, өйткені пайғамбар заман жаңағы еске алып жатыр. Ондай уақыт ешқашан болмаған. Сонда таңғаласыз. Сіздің досыңыз бір ғалым болса, сұмдық ғалым. Бізде мақтанамыз ғой, бір әкім сіздің құдаңыз болса, ол менің құдам ол дейді жаңағы. Адам айдалады ол, оны ешқашан оның барып та көрмеген құдасына. Немесе бір министр бір құдасы бар болса, сөйтіп айтады ғой, дұрыс па бізде? Ол министр, ол бізге құда, пәленшенің қызын алған олар деп жаңағыдай, ол мен ешқандай қатысты жоқ. Мысалы, сіздің досыңыз бір ғалым болатын болса, ғалыммен мақтанасыз. Мынау мен досым, ғалым. Мінде бұл адам. Ал Абу Хурайраның айтқан сөзі бар. Аусани халили саллаллаху алейхи уассалама бисалас дейді. Менің досым саллаллаху алейхи уассалам маған 3 нәрсені өсиет етті деп айтқан. Менің досым деп айтқанда кімді айтып жатыр? Пайғамбарымыз айтып жатыр. Досы пайғамбар адамдардың. Менің досым деп жатыр да. Аусани халили де, халил деген дос деген сөз. Халили саллаллаху алейхи уассалам деген менің досым саллаллаху алейхи уассалам дейді. Мына 3 нәрсені өсиет етті деген. Біріншісі ракатай духа деген, духа намазын оқы деп айтты дейді. Одан кейін
Сияму саласати айями мин кулли шахр дейді. Әр айдың 3 күн ораза ұста деп айтты дейді. Содан кейін ва ан утира қабля ан анам деген жатпастан бұрын өтір намазын оқы деп айтты дейді. Демек 3 нәрсе. 2 рақат духа, содан кейін барып айына 3 күн ораза, жатпастан бұрын өтір намаз. Осы сөздерді айтқысы келген кезде менің досым деп айтқан. Менің досым маған өсиет етті деп. Менің досым деп пайғамбарымыз айтқан. Бір ерекшеліктері сол. Бір күні мынандай оқиға болады. Хазірет Али түс көреді. Түсінде таң намазына барыпты, мешітке барса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзі мешітке шықты дейді имамдыққа. Сөйтіп артынан ұйыдық дейді. Намаз оқып болғаннан кейін ол артқа қарап отырды дейді. Сөйтіп отырған уақытында бір кісі құрма алып келді дейді. Сөйтіп пайғамбарымыздың қолына берді бір табақ құрма. Оны пайғамбарымыз өзі де жеді дейді, басқаларға бір-бірден таратып берді дейді. Соны жеп отырған кезімде ояндым дейді. Оянсам таң намазының уақытысы екен, дәретімді алып мешітке бардым дейді. Мешітке барған уақытында ол кезде пайғамбар дүниеден өтіп кеткен, Омардың уақытысы, Абу Бакр да өтіп кеткен өмірден. Омардың уақытысы дейді, Омар имамдыққа шықты дейді өзі. Соң намаз оқып алдық, парыздан кейін кім бер қарап отырды дейді Омар. Сөйтіп отырып, бір-екі мәселені талқылап жатқанымызда бір кісі бір табақ құрбаны алып келіп қалды дейді. Кеп Омардың қолына берді дейді. Омар алды да өзі біреуін жеді, басқаларға бір-бірден тарап-таратып берді дейді. Қолында табақтың ішінде 5-6 құрма қалып кетті дейді. Соң Али ана бір құрманы алып жеп алғанда, тағы біреуін берсейші депті. Сөйтсе, лаузада расулуллахи лазитту деген. Пайғамбар арттырып бергенде мен де артық беретін едім. Саған біреу-ақ берді ғой деген да. Айтпесе бұл түсті Али көрген негізі. Ана Омар да сол біліп отыр да түсті барлығын. Демек ана сахабаның ерекшелігі осыда болған. Жаңағыдай өтірік айтпаулар, көрген нәрселер шынайы болуы. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям түсінде де көруі деген нәрсе. Біреу көрсе басқасы да көруі деген. Бұл ең керемет нәрсе. Біздің істей алмайтын нәрселер. Мысалға, пайғамбарымыз ауырып жатқан уақытысында қызы Фатима жанында тұрып жылаған. Әкешім, қатты қиналып кеттің-ау деп. Сонда пайғамбарымыз айтады, әкең бүгіннен кейін енді қиналмайды, қорықпа дейді. Сөйтіп, жақында деп айтты дейді, жақындаған кезде құлағына бір нәрсе айтып еді дейді, бұл жаңа жылады дейді. Екінші бір нәрсе айтып еді, күлді дейді. Не үшін, не болды, не айтты деп сұраған уақытында бірінші айтқаны, мен осы аурудан бүгін кетем деп айтты дейді пайғамбарымыз. Сонда жыладым деген. Ал енді жылап жатқаным үшін мені басу үшін айтты дейді. Артымнан ең бірінші болып сен келесің дегенде қуандым деп айтқан да. Кім сізге бірінші сен өлесің десе қуанасыз ба? Ең бірінші болып сен өлесің деді мысалы, хабар келіп тұр. Ал бірақ сахабалардың түсінігі сол болған, ондай нәрсе ол өлім деген нәрсе қорқпайтын болған. Қуану, өйткені пайғамбарға қауышам деген адам қуанып жатыр. Мысалы қараңыз. Бір күні құрбан шалады пайғамбарымыз. Сөйтіп үйінде ет үйінде алады, соны таратып жіберген екен. Үйіне келген кезде Айша анамыздан сұраған, үйде бір нәрсе бар ма? Үйде не қалды дейді құрбанның етінен. Сөйтсем бір аяқ етті көрсетті, мындай бір жапырақ ет екен. Міне мынадан басқа ештеңе қалмады деген кезде, осыдан басқаның бәрі бізге қалды деп айтты деген. Өйткені бергенің сенікі деген артынан шығар. Алдыңнан келеді қазір бергенің сенікі. Сол үшін адам бір нәрсе беретін болса, ол өзінің заты болған нәрсені бере алады. Бере алмайтын нәрсені сенікі емес деген ол. Берген нәрсені сенікі. Сол үшін түсінік сондай болған. Осыдан басқасы бізге қалды деп айтты деген. Сахабаның түсінігі осындай ерекше болғандығы үшін де біз не екен, жаңағы сахабилердің кейбір нәрсесін біз айта алмаймыз. Біз өзіміздің түсінікпен айтамыз, өзіміздің түсінікпен жасаймыз, ал бірақ сахабаның түсінігі мүлдем басқаша болуының себебі сол. Тәуекелшіл болулары, ертеңгі күннен қорықпауы, біз ертеңгі күн үшін қатты уайымдап қорқамыз. Негізі артына қараған алдын көре алмайды дейді. Артыңызға басып жүрсеңіз алды қайдан көресің? Артқа қарам, алдыға, тәуекелмен алдыға жүріп отырған үнемі. Қорықпайтын болған. Мысалға, бір күні Хазірет Алидің қолында 60 дирхамы болады. 60 дирхамын алып, үйге бір ішіп жейтін жақсы нелерден алып барайын деп, жаңағы жем-шидегі бар, үйіне керек жарақтың азық-түлік алайын деп
кетіп бара жатқан кезде біреу алдынан қайыршы шығып сұрады дейді. Осында үйде бір топ баламыз бар, жейтін еш нәрселер жоқ. Берші деп сұраған кезде бұл ойланып тұрады да, бар ақшасы 60 дирхам екен, одан басқа дымы жоқ. Соны қолында тұр, мейлі дейді, Алла тағала берер. Сен осыны өзің алып пайдалан, балаларыңа тамақ қыл деп беріп жібереді. Ол әйел алып кетті дейді ақшасын. Сосын бұл не істерін білмей, енді құр қайтқан болмайды ғой үйге. Базарға шықты, базарды аралап жүрген екен. Не болса бір пайда табатын бір нәрсе көрерін, бар ма екен, жұмыс не, бір жұмыс болса істейін деп, үйіне тамақ алып қайту үшін. Қарап келе жатса, бір кісі түйе сатып тұр екен. Содан кейін барып қарайды да, түйен қанша тұрады дейді. Өйтсе ол 120-ға берем дейді. Онда сен мені танисың ғой, маған қарызға бер 120-ға. Ертең мен саған ақшамды берем дейді. Жақсы дейді, бұл түйесін береді кетіп қалады. Сосын бұл ал 120-ға алып алады түйесін. Содан кейін барып ары қарай барады да, жаңағыдай неге барса, ар жаққа басқа сатайын деп алып барса, біреу келіп, түйені қанша сатасың дейді. 200 дейді. Соны қарап 180-ге бер дейді. Жақсы дейді. Жаңағы ол 180-ге сатып жібереді жаңағы. Сөйтіп, анам 120 жаңағы 10 дирхамын анамның өзіне береді, қайтадан жаңағы 60 дирхамын өзіне алып, сол үйіне тамақ алып қайтқан. Сөйтіп сонда қарасаңыз, ана ең соңғы ақшасы болса да беріп, қорықпауы да, әйтпесе оның өзінің де үйінде балалары тұр. Мысалға сіздің қазір қалтаңызда 1000 теңге бар дейді. Жол мынандай тайғақ. Автобус жүре ме, жүрмей ме, 1000 теңгеңізбен үйіңізге жете аласыз ба, жоқ па, ол да мәселе болып тұр. Жетіп алсаңыз, 500 теңгеге жетуіңіз мүмкін, бірақ үйге бәрі ақша керек болып тұр қазір 500 теңге. Адам біреу берші 1000 теңге десе, адам бере алмайды негізі, маған да керек қой деп. Ол адамның өзіне, өйткені адам баласы мен ақшаны жақсы көрмеймін, байлықты мен жек көремін дейтін адам өтірік айтады. Құранның өзінде «Ватухиббунал мала хуббан жамма» деген мал жинауды, дүние мүлікті көбейтіп жинауды жақсы көресіңдер сендер, өте жақсы көресің деп айтқан. Адамның табиғаты сондай, дүние жинаған жақсы көреді. Мен дүниеге қызықпаймын деген өтірік айтады ол. Өтірік. Өйткені адамның табиғатына теріс. Ал енді сол жақсы көретін дүниеңізді біреуге бере алу деген ол үлкен нәрсе. Адам өзінің нәпсісін жеңу деген нәрсе. Әйтпесе, сіз ойлап отырсыз, бана біздің кейбір адамдар айтады ғой. Бай адам ол бере береді, ештеңе етпейді. Не болыпты? Несі кеміп қалады депші? Не бай адам беру оңай деп отырсыз ба? Кедей жомарт деген қайта, кедей қорықпайды. Өйткені ол қолында 500 теңге 1000 теңгесі болуы мүмкін, оны беріп үйреніп қалмау. Ал бай оны қайта көбейген сайын ол не екен? Жинай берсе, 1 теңгесін 2 теңге қалғысы келеді. Ол бере алмайды, ол өте қиын нәрсе. Ал бере алатын адам ол нәпсісін жеңгеннің белгісі да. Шынымен ол ақшаны жақсы көреді. Ол да есептейді шығынын, мынанша шығын болып тұр менде, мынаны қазір беріп жіберсем, мына орын ойылып қалайын деп тұр деп. Бүкіл есебі бар оның. Соны берулердің барлығы екен нәпсісін жеңу. Ал сахабалар соның үлгісін керемет көрсеткен ғой. Мысалға ана Мадина қаласына көшіп барған жаңағы мұхажирлер туралы айтқан кезде де жаңа ансарлар айтқан. Достастырған уақытында менің 2 үйім бар, 2-ін біреуін саған берейін деген. Жаңағы мал дүниесі ең көп адам менмін, қылдай бөлейік, жартысы сенікі болсын деген. Сонда ана тіпті кімнің айтқаны бар? Саад ибн Муаздың Абдурахманға айтқаны бар. Менің 2 әйелім бар, біреумен ажырасайын, соған сен үйлен деп айтқан. Сонда не екен? Алла тағала сенің мал мүлкіңе де, әйел бала шағаңа да береке берсін, базардың жолы қай жақта соны көрсет деген де. Базардың айтқан. Соған барып өз жұмыс істеп жүріп, жаңа тиыннан тиын құрап басын, сөйтіп үйленді деп айтылады. Мына кейбір адамдар айтып жатады, сахабалар барған кезде 2 әйел болса 1 әйеліне дейін беріпті деген, бермеген негізі. Берем деп ұсынғандар бар, бөліп алайық қылдай. 2 әйелім бар, біреуін ажырасайын, сен ал үйлен деп. Бірақ сахаба, барған сахаба ешқашан еш нәрсе алмаған. Тарих кітаптарынан ашып көрсете алмайсыз. Мына көшіп барған дымы жоқ сахаба анадан мынандай нәрсе алыпты деген таба алмайсыз. Жоқ деп. Барлығы да маған жұмыс істейтін жол көрсет. Қандай жұмыстар бар бұл жерде? Немен тіршілікпен күн көреді бұл жер? Сұрастырған сол тіршілікке қарай кеткен. Біреуге жалданған, біреудің малын баққан, басқа қылған, әйтеуір не істейді? Өз күнін өзі көруге талпынған. Ал үйі жоқ, күйі жоқ 300 сахаба
мешіттің суффа деген бір бөлігі болған, сол жерінде жатқан. Абу Хурайраның айтқан сөзі бар. Мен сол суффа иелерінің бірі мен едім деп айтқан. 300-ге жуық адам едік. Күніге кешке қарай бір адам келеді да, 10-ын алып кетеді, біреу келіп 20 адамды алып кетеді, біреу келіп 30 адамды, біреу келіп 1 адамды алып кетеді дейді. Әркім шамасына қарай үйіне алып кетіп отырады дейді. Барып кешке тамақтандырып, қайтадан әкеліп тастайды екен. Сонда үйіне тамаққа ертіп кетуге кімнің қанша адамға шамасы келеді, алып кетіп отырады. Сонда күніге бір 30 шақты адам қалып кететінбіз деп айтқан. Ол 30 шақты адам ешкім алып кетпегендік үшін аш жатады дейді осы жерде. Тамақ жоқ. Ертесі күні болған кезде сол 30 адамды бірінші жібереді екен әдейі. Көреміз, бірін-бірі тамақтандырып отыруда. Негізі кезінде біздің ата-бабаларымыз да бұл ерлікті жасады негізі. Бізде көбінесе өзге ұлттар бар ғой жүрген толып. Қазір қай ұлт болса да кісі болып жүрген. Негізі кезінде оны Совет үкіметі жаңа Сталиннің кезінде бәрі аштан өліп қалады, қырылып қалады деп осы жерге әкеліп тастаған адамдар ғой негізі. Вагон, орысы бар, немісі бар, шешені бар, басқа кім бар, бәрін әкеліп тастаған осы жақтарға. Пойыздың жолымен алып келіп, төгіп тастап кете берген, бәрі қырылып қалады, аштан өледі деп. Сонда біздің ата-бабаларымыз өзінің нағынан бөлісті ғой, қылдай бөліп. Біздікілер мықты жарып, дамып отырған заман емес еді. Қолында барымен бөлісті, солар өлмесін, аштан қалмасын деп соны адам қылды. Сөйтіп олар ел болып, жұрт болып көбейді олардан. Ана бізде алғыс айту күні деген бір күн бар ғой бір. 1 мартта алғыс айту күні. Ол қайдан шыққан күн ол? Не үшін алғыс деген? Сол нәрсе. Мына қазақтың жасап берген қызметіне аналар алғыс айтатын күн деп соны бекіткен. Бізде қазақтар бірін-біріне алғыс айтып жүр ғой, не үшін айтып жүрген өзі білмейді. Ол ана өзге ұлтты қазаққа алғыс айту күні деп бекіткен негізінде. Сол жасаған жақсылықтар үшін. Шынымен сондай нәрсені ата-бабамыз жасап келген негізі. Біздің ата-бабаларымыз ана өзге ұлттардан аман алып қалып жатыр ғой деп жасап. Біз бір-бірімізге көмектесе алмай қалып жатырмыз да. Сол кезде бәрі бүкіл нені бөлісті ғой. Соның үшін екен ол мұсылманшылық сипат, ол әрбір жаңа кейінгі үмметтің баршасында иншалла көріну керек екен. Пайғамбар мен сахабаның бізге үлгі болуы, қиямет күніне дейін үлгі болуының ең үлкен себептері осы екен иншалла. Мен бір-екі сұрақтарыңызға жауап беріп жіберейінші, әйтпесе не болмасын. Негізгі мақсат өзім тақуалығына жауап бере салды, қатты айтты, елдер көтере алмайды. Керемет. Мына нәрсе. Бір адам бізде мынадай, қазір дін уағыздаймын деп адамдар көшеде уағыз айтқанда, достарына айтсын, ағайын туыстың арасында айтсын, өзімен есептеп тұрып айта салады барлық нәрсені. Елдің бәрі сіз сияқты емес қой. Намаз оқып жүрген шығарсыз, намаз оқымай жүргендер бар, түсінбейтіндер бар. Сіз қатты айтқаныңызды, ол қатты айтқанды қаламайтын қаншама адам бар. Ұрысып айтатын адамдар бар. Керек емес ұрысып айтатын. Айтатын нәрсеңіз ең әдемі түрде жеткізіп беріңіз. Қабылдайтын адам қабылдайды, қабылдамайтын қабылдамайды. Ұрыссаңыз да қабылдамайды ол. Ұрыспақ түгілі. Демек не екен? Мұсылманшылықта ең көркем түрде жеткізіп беру міндеттелген. Соның үшін өзіңіз сияқты есептемеңіз. Ең төменгі дәрежемен есептеу керек адамды. Мысалға, біреуге бір нәрсе үйреткісі келген адам, оған неге намаз оқымайсың деп айтудың қажеті жоқ оған. Оған бір нәрсе, пайдалы нәрсені үйретіңіз. Адам баласы өзінің бас пайдасы үшін істейді кез келген нәрсе. Ол не екен? Адам не дүниесіне пайдалы, не ақыретіне пайдалы нәрсені жасайды. Намаз оқып жүрсің, намаз не үшін оқып жүрсің? Ертең сізге айтса да, бұл намазда ешқандай сауап жоқ. Жұмаққа кіргізбейді сені. Вообще пайдасы жоқ сізге. Бірақ оқы деп тұрса адам оқымайды оны. Не үшін ақыретіңе де пайдасы жоқ болса, сауабы да жоқ. Не үшін істеймін оны дейді адам, тастайды оны. Демек Алла тағала парыздарының өзін сауап қойған әдейі. Адам пайдасы үшін жұмыс істейтіндігін біледі. Соның үшін адам сауап. Ал енді жаңағыдай біреуге үйреткісі келген адам не істеу керек? Оған бір калима айтуды үйрету керек болмаса. Ол калима саған мынандай пайда келтіреді. Я болмаса истиғфар айту керек, астағфирулла. Астағфирулланы көп айтатын болсаң, күнәң кешіріледі. Құранда айтылғандай. Алла тағала сонымен бау-бақша өсіреді деген, өзендерді ағызады, мал мүлкіңе береке береді. Әйелің бала көтермейтін болса, бала көтеруіне себеп болады деді. Құранның аяттары да келіп тұр. Бұның бәрін Хасан Басридің айтқан секілді. Осындай нәрсені үйретіп оған, мынау саған осындай пайдасы бар. Ең бастысы күнәң кешіріліп, ісіңнің алға басуы, берекеленуі. Айтсайшы истиғфар, астағфирулланы көп айт деп үйретсеңіз, адам ол бас пайдасы үшін істейді ол өзінің. Істемей ме жоқ? Істейді. Ол сізге мән бермей былай жаңа білдірмеуі мүмкін, бірақ ол жеке қалғанда жасайды оны.
Өйткені адам қара басының пайдасы үшін істейді кез келген нәрсені. Жұмысты да сол үшін істеп жүрміз. Негізі намаздың бәрінің пайдасы ертең ақыретте көресіз, сол үшін істеп жатсыз. Оның пайдасы жоқ болса істемейтін едіңіз. Неғыласыз жаныңызды қинап намаз оқып, оның пайдасы жоқ деп оны. Демек, көрдік, міне. Сонда адам истиғфарын айта берсе, айтқан сайын Құранда, мына хадис шәрифте айтқан, құлым маған бір қарыс жүрсе, оған бір шынтақ жүрем, бір шынтақ жүргенге бір құлаш жүрем деген, жүрсе жүгірем деген не бар, хадис бар, Алла Тағаланың сөзі. Енді осыны көретін болсақ, бір қарыс жүргенге бір шынтақ жүрем дегені, ол не екен? Адам өз талпыну керек бар. Субханалла, субхан немесе астағфирулла деп айтып жатса, Алла Тағала оған жеңілдеп жолын аша бастайды оны. Сізден бір қадам болса, Алла Тағала жолыңызды ашады. Біз өзімізде талпыныс жоқ, Құдайдың жазғанын көрем деп отыра береді оны. Болмайды, талпыныс болсын. Сонда жаңағыны жасап жүрсе, ол көп истиғфарын айтатын адам ертең намазында оқиды. Жақсы ұстанып кетеді. Соның үшін бір нәрсе үйретіп қоюға тырысыңыз. Калима үйретіңіз, обязательно ол керек. Калимасыз болмайды. Ла илаха иллалла Мұхаммад Расул. Бұл нәрсе не екен? Мұсылманның құжаты ғой кәдімгі. Алланың алдына барған кезде айтатын. Мұсылмандық құжатыңыз сіздің. Алла Тағала ертең қазақ екенсің, сен мұсылман екенсің, дұрыс демейді. Қазақтығымыз бештейін болып қалады біздің. Мұсылманшылық ойнайды. Адам өлген кезде ұлтымен жерленбейді. Діні бойынша жерленеді. Қай ұлттан болсаң, ол ұлттан бол. Бірақ кімсің? Мұсылмансың ба? Мұсылманша жерленесің. Христиансың ба? Христианша кетесің. Сол үшін дін барлығынан жоғары тұрады. Кез келген ұлттан жоғары тұрады. Араб болса да сондай ол. Араб деген сөз артық деген сөз емес ол. Араб мұсылман болса, мына қатарда, мұсылман емес болса, мына қатарда деген сияқты бөліп тастайды оның бәрін. Сол үшін ағайындар, ең бірінші нәрсеміз не екен? Осы дініміз. Сол үшін үйреткен кезде жаймен үйреткеніміз дұрыс екен. Бар ма басқа сұрақтарыңыз? Енді сұраққа еді. Иә. Құдай көре ме бізді? Әрине Құдай көре ме дегенде, Құдай көрмесе онда қалай болады? Мынандай, Алла Тағаланың көруі біздің көруіміз секілді емес. Біз өзіміздің көрумен түсінеміз ғой, несі көргенде. Бірақ рақиб деген не бар? Мурақаба деп айтамыз. Алла Тағаланың бақылап тұруы деген нәрсе. 24 сағат күндіз түні бақылап тұру ғой Алланікі. Мысалы, мен қазір мына алдымдағы адамды дұрыс көре алмай очки тағып отырмын ба көзіме? Алла Тағаланың 7 қат көкті, 7 қат жердің астын біліп, астындағы жүрген червяктарына дейін ризық нәсібесін жеткізіп беріп отырған бұл Құдайдың құдіреті. Бәрі толық бақылау. Бұл құдірет кәдімгі Құдайдікі. Ал біздікі деген не ол? Бір нәрсе қойса, оның артында не екенін білмейміз. Алдымызда дұрыс көре алмай отырмыз. Оның үшін Алла Тағаланың ондай шексіз ғой ол. Біз ғой шектеу жаңағы байқамай қалуымыз, Құдай байқамай қалмайды да ондай сен. Мүлік жібермейді барлығын. Васиа курсиюхус самауати вал ард деген. Алланың білімі көктер мен жер толық қамтып тұрады деген. Қамтып, бақылап ішінен кімге не керек, кім не тілеп жатыр, толық білетін. Кімге не қайырлы екенін. Алланың енді осы бір сұрақ қойсам болады ма? Қойыңыз. Түнгі намазын қай кезде оқуға болады? Түнгі намаздың ең жақсы уақытысы таңға жуық уақыт деп айтады. Түнді 3-ке бөлеміз. Түн деген кезде шам намаздан басталады. Шамнан таң атқанға дейін. Соны 3-ке бөлсек, соның ең соңғы бөлігі дейді, таңға жуық бөлігі. Сол уақыты ең қайырлы уақыт дейді. Өйткені тахаджуд оқса да сол уақытта оққан жақсы. Соңғы 3 бөлігі. Соны Алла Тағаланың тілек туған қабыл қылатын уақыт дейді. Сол уақыттарда елдің бәрі ұйықтайды екен негізі. Сонда мұсылман адам тұруы. Байқайсыздар ма өздеріңіз? Жолда көп жүретін кісілерді білет, таңға жуық жақындап қалған уақытта қанша түнімен машина айдап келе жатса да адам таңға жуық уақытта шыдай алмайды оған. Ең қатты қысатын уақыт. Сол уақытта адам ұйқысы бөліп Құдай үшін тұру деген нәрсе, ол енді шынайы мұсылманның ғана ісі ғой негізі. Басқа адам оны істеу, ол нәпсіге де ауыр, нәпсіге ешқандай пайда жоқ ол нәрседен. Соның үшін бұл нәрселер қиын. Және Алланың тілек туған қабыл ететін уақыты сол уақыт дейді, негізгісі. Содан және бұрынғы тақуа кісілер, әулие кісілердің бәрі не үшін таңғы уақытты, сахар уақыты деп айтқан, соны таңдаған. Өйткені елдің бәрі шынымен шырт ұйқыда, тәтті кез ғой, ешкім тұрмайтын кез. Сонда тұрып жеке Құдайға 2 ракат намазын оқыған.
тілеген ең керемет нәрсе. Сахабилердің барлығы солай жасайтын болған негізі. Сонда көреміз, бір кісіге пайғамбарымыз айтқанда, сен пәленше секілді болма. Ол түнде тұрып намаз оқушы еді, намазын қойып кетті деп айтқан. Түнгі намаз, әйтпесе ол парыз емес ол. Рас па? Оның үшін ең кем мұсылман адам шамасы жетсе, 2 ракат намаз оқып алғаны ол керемет. Тіленсе тіленттің қабыл болады. Бұл мынандай, бұлар қызғаншақ адамдар, көре алмастар. Ондай адам, бұлардың көре алмайтын қызғаншақтардың негізгі өлімі неден болады дейсіз ба? Рак аурудан болады. Бұлар ракпен ауырады, бұндайлар. Жазылмайтын дертке шалдыққан. Өйткені бұның ішінде не ғой, көре алмаушылық деген іште ғой, сыртқа шығарамайды. Бір нәрсені көрсе өртеніп кете жаздайды. Көп мына рак ауруымен ауыратындарды көретін болсаңыз, ол бір ыстық ішіп қойғаннан, суық тигеннен емес екен, қатты күйіктен болады екен рак деген. Бір мүшені ойып түсіреді екен аяғында. Сонда бұл күйік деген не? Көре алмайды іштен күйінеді қатты, ол бір жеріне әсер береді екен. Ең бірінші ол өзіне зиян оның ше. Ол нәрсесін қоймайтын болса, өзін жеңбейтін болса, ол масқара болады. Сонда дүниеде де қор болады, Құдайдың алдында да Құдай оңдырмайды ондайларды. Өйткені ондай біреуді көре алмаушылық таныту деген нәрседен сақтану керек екен бұйырған. Бұның сақтанудың жолы қандай дегенде соған дұға жасасын дейді. Біреуді көрдіңіз мысалға, ондай ауыратын адам бар. Бұл ішкі ауру ғой, ішкі дерттерден ғой негізінде. Сыртқы дерт болса емдеуге болады. Бірақ қызғаншақтық дерті, көре алмаушылық дегенді, ондай қайтып сараңдық дегенді қайтып емдейсіз. Тәкаппарлықты. Тәкаппарсыз ешкім менсінбейтін. Қайтып емдейді. Оны дәрігер шақырсаңыз емдеп бере алмайды ғой оны. Ал бірақ адам өзін-өзі емдеу керек. Сонда соған қарсы тірлік істеу керек дейді, өзіне қарсы. Мысалы, көре алмас адам жаңағыдай біреудің бір нәрсе алғанын көрді ме? Мысалы, көршісі көлік алды дейік. Осылар қайдан алады, мынау ұрлап алды деп адам күйінеді негізінде. Ұрламаса қайдан алды дейсің бұл? Бұл қайыршыға кім береді деп адам сондай болып кетеді негізі. Ал одан тілектілесің онда. Ей Алла, осы көршіге береке бер. Осы көлігін игілікке, жақсылыққа мінсін деп Алладан тілесінші, іштен кете бастайды. Тілек тілесің, жақсы салих тілектер тілесің. Басқа нені көрсе де бір қарсы не басталды ма, Алла берекесін берсін, керемет деп дұға жасасын. Айта алмайтын адамдар көп ондайды. Айтсын, ішіндегі өзін-өзі жеңеді. Ол ең бірінші өзін-өзі құтқарады біреуден көріп. Айтпесе жаңағыдай бір жерін тесіп шығып, жаңағыдай рак ауруына ұшырайды ондай адам.